Ағзаның ішкі ортасы адам мен жануарлар ағзасындағы жасушалық, ұлпалық, мүшелік деңгейдегі зат алмасу процесі мен дене мүшелерінің құрамының тұрақтылығын қамтамасыз ететін, үздіксіз қорғаныста болатын биологиялық сұйықтар мен ішкі орта ұлпалары. Ішкі ортаның салыстырмалы химиялық құрамы мен физика-химиялық тұрақтылық қасиеті организмнің жасушалары салыстырмалы өзгермейтін жағдайларда тіршілік етеді және сыртқы орта әсеріне көп ұшырамайды. Ағза тұрақтану үшін ішкі сұйықтықтардың жиынтығы гомеостаз деп аталады. Ағзада үздіксіз айналып, оттегі, қоректік заттар, гормондарды тасымалдайды. Иммундық жүйе мен дене қызуын реттеуге қатысады. Ұлпа сұйықтығы қан капиллярларынан сүзіліп шығып, жасушаларды қоршап тұрады. Жасушалармен тікелей байланыс жасап, олармен зат алмасады. Қан, лимфа және ұлпа сұйықтығы тіршіліктің сұйық негізі.